Сәлем достар, біз бүгін блини жасайтын боламыз. Ол үшін керекті заттар екі жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін 3-4 қасықтай қант салатын боламыз. Бірінші қасық, екінші қасық, үшінші қасық. Біз 3 қасық қант салдық. Бір үлкен қасық салат. Сосын жақсылап тұрып миксерлейміз. Достар, міне біз көпіргенше де араластырамыз. Бізді осы блиніміз көпірді. Одан кейін 3-4 қасық май қоятын боламыз. Біз 3 қасық құйдық майдан. Одан кейін тағы да жақсылап тұрып миксерлейміз. Достар, міне біз көпіргенше араластырдық. Енді осы бізде 160 грамм ұн бар. Соның үстіне осы бір қасық сода саламыз. Араластырамыз, жақсылап тұрып. Әзірше біз блинімізге ұн салмай тұрмыз. Араластырамыз тағы. Енді мен 500 мм сүт құямын. Тағы араластырамын, араластырып тұрып, осы үлкен қасықта ұнымды бір қасықтан жайлап салып отырам. Достар, мен блинімді ұным бәрін салып болдым уже. Біздің блинімізде сұйық болу керек. Достар, міне бізде пісіп жатыр, сондай көпіртер шығып. Достар, міне көпіріп, мына жер құтты жандар кішкене күйгенде көпіріп, беттер төгуді аударатын боламыз. Достармен аудардым, екінші жағына көріп қандай. Достар, осы видео ұнаса лайк басып, тіркеліп және